Саламатсыздар ма балдар? Саламатсыздар. Отырыңыз. Бүгін бізде химия сабағы тақырып бойынша стихиометрия тақырыбы және стихиометриялық есептерді шығару жолдарын үйренетін боламыз. Бұл сабағымызды бастамай бұрын өткенге шолу, яғни алдыңғы тақырыптарға бір көз жүгіртіп өтейік. Мынандай үш сұрақ: химиялық байланыстар, оның түрлері, кристалдық тор деген не, және кристалдық тордың қандай түрлері бар деген сұрақтар беріледі. Біз алдыңғы сабақта осы тақырыптарды өткен болатынбыз. Бірінші сұраққа кім жауап береді? Мен айтайын. Айтамын. Химиялық байланыстың түрлері. Химиялық байланыстар төртке бөлінеді. Олар ковалентті байланыс, металлдық байланыс, сутекті байланыс, иондық байланыс. Дұрыс. Және ковалентті байланыстың ішінара Екіге бөлінеді. Қандай? Полюсті плюс полюссіз. Дұрыс. Полюсті және полюс. Жарайсың, отырады. Екінші сұрақ: кристалдық тор дегеніміз не? Мен жауап берейін. Айтамын. Кристалдық торлар дегеніміз кристалл заттардың атомдардың, молекулалардың және иондардың белгілі бір ретпен қозғалуы. Өте дұрыс, салам қолдыраға. Үшінші сұрағымыз: бізде кристалдық торлардың қандай түрлері болады? Атомдық кристалдық тор, молекулалық кристалдық тор, иондық және де металлдық кристалдық тор болады. Өте дұрыс. Яғни 4 кристалдық тор болады екен. Жарайсыңдар. Ары қарай біз өзіміздің бүгінгі сабағымызды бастайық. Бұл жерде сабағымыздың оқу мақсаты химияның негізгі стихиометриялық ұғымдарын білу, салыстырмалы атомдық масса, көлем деген сияқты заттарды, ұғымдарды түсіну, және қалыпты және стандартты жағдайда салыстырмалы молекулалық масса, мөлшер, көлем деген заттарды қолдана алу. Сонымен қатар бастапқы заттардың белгілі массалары, көлемдері болған және солардың өнімдерінің массасы немесе көлемін есептеу арқылы шығару. Ал сабағымыздың мақсаты негізгі стихиометриялық ұғымдарды білу, түсіну және оларды қолдана алу. Сонымен бірінші біз стихиометрия дегеннің не екеніне тоқталайық. Жалпы стихиометрия дегеніміз әрекеттесуші заттар арасында жүретін массалық көлемдік қатынастарды қарастыратын химияның бір саласы болып табылады. Енді осы стихиометрияны түсіндіретін негізгі 6 заң бар. Біріншісі құрам тұрақтылық заңы, екіншісі көлемдік үлес заңы, үшіншісі зат массаның сақталу заңы, төртіншісі эквиваленттер заңы, бесіншісі еселік қатынастар заңы және алтыншысы Авогадро заңы болып табылады. Енді біз білу сатысына келдік. Осы білу сатысында сендер нені білдіңдер? Стихиометрияның екенін. Дұрыс, стихиометрияның екенін білдік. Және негізгі 6 заң бар екенін. Дұрыс, жарайсың. Әрі қарай 1961 жылы массаны басқаша қолдану қабылданды. Оны біз массаның атомдық бірлігі деп атаймыз. Бір массаның атомдық бірлігі көміртегі атомның массасының 12-ден 1 бөлігіне тең. Енді әрі қарай біз зат мөлшері деген ұғымды көп кездестіреміз. Бұл жерде зат мөлшері дегеніміз не? Зат мөлшері дегеніміз зат құрамындағы бір типті құрылымдық бірліктердің санын сипаттайтын физикалық шама. Ол бір типті құрылымдық заттар бізде масса болуы мүмкін, көлем болуы мүмкін, немесе молекула саны деген сияқты болуы мүмкін. Негізгі өлшем бірлігі моль және негізгі формуласы молекула санының Авогадро тұрақтысына қатынасына тең. Осы формуланы жазып аламыз. Сабақтың басында біз зат мөлшеріне қатысты негізгі 3 формула болады дедік. Соның біріншісі молекула санының Авогадро тұрақтысына қатынасы, екіншісі
бізге берілетін массаның бізге берілген заттың молекулалық массасына қатынасы. Қосымша сендер осы жерде сөздермен бірге формулаларды жазып алыңдар. Зат мөлшері. Көлем. Негізгі үш формула. Дұрыс. Ең бастысы біз есептеуде көп қолданатын негізгі үш формуланы түсіндік. Әрі қарай. Енді осы орайда біз бұрыннан да реакцияны теңестіріп жүрміз. Реакцияны қалай теңестіру керек екенін білеміз. Бұл бізде құрам тұрақтылық заңына келеді. Енді осы жерде сендерге негізгі үш реакция беріледі. Алдымен реакцияларды жазып аласыңдар және сендерге 2 минут уақыт береміз. Біріншіге Сағыныш келе ал. Бұл жерде алюминий реакцияға дейін бірге тең болды, реакциядан кейін де бірге. Хлор реакцияға дейін 2-ге, реакциядан кейін 3-ге тең болды. Бұл реакцияны теңестіруіміз үшін алюминийдің алдына 2, ал хлордың алдына 3 береміз. Сол кезде реакциямыз теңеледі. Әрі қарай. Мына ғана 2. Дұрыс. Екіншіге кім сұрақ? Екінші реакцияда натрий оксидіне фосфор 5 валентті оксиді қосылған. Дұрыс. Енді не үшін натрий оксидінің алдына 3 қойдым, натрий фосфаттың алдына 2 қойдым. Реакцияға дейін бізде натрий неше болып тұр еді? Реакциядан кейін 3 болды. Ал фосфор 2, реакциядан кейін 1 болды. Оттек реакциядан бұрын 5-6 болды, ал реакциядан кейін 4 болды. Сол себепті біз натрийдің алдына 2 қоямыз. Одан кейін оны теңестіру үшін натрий 2 оксидіне 3 қоямыз. Натрий оксидінің алдына 2 қоямыз. 3 қоямыз. Және үшінші. Кальций оксидінде тұз қышқылы қосылған, нәтижесінде кальций хлориді мен су түзілген. Менше. Келе басалым. Бұл жерде реакцияға кейін кальций 1 болып, ал реакциядан кейін 1 болды. Ал оттектер өзгерусіз орындағы. Бәрбірден. Ал ашық хлориді, яғни сутек, яғни 2 теңестіру үшін қышқылдың алдына 2 қоямыз. Дұрыс. Сонда хлорымызда 2 болып кетеді. Екінші. Енді сендерге сәл қиындау. Өйткені бұл жерде өнім берілмеген, жай ғана реагенттер берілген. Сендер бірінші өнімді табылған керек, әрі қарай қосымша теңестіріп беру керек. Тағы да 2 минут уақыт беріледі. Уақыт болды. Сонымен бірінші реакцияға кім шығады? Менше. Жасмина бірінші болуы керек. Екінші реакция. Келе басалым. Ашқылардың алдына тұз қышқылының болады. Алмен реакциямыз дұрыс. Және соңғы үшінші реакция. Келе басалым.
оттегі реакцияға дейін 2-ге, реакциядан кейін 5-ге дейін. Оларды теңестіріп аламыз. Олар теңестіру үшін фосфордың алдына 4-тен береміз, ал фосфордың 2-ден береміз. Сол кезде реакция теңестіріп. Ал оттек ше? Оттектің алдына да 2 береміз. Не үшін? Теңестіру үшін. Теңестіріп аламыз. Оттек алдына неше қоямыз? Мына жерде 2 қойылды, иә? Осы 2 фосфордың индексі 2-ге көбейтіліп 4 болды. Ол мында қойылды, дұрыс. Әрі қарай 2 5-ге көбейтіліп неше болады? 10. Яғни реакциядан кейін бізде 10 оттек пайда болды. Ал мына жақта 2 оттек болып тұр. Яғни 10-ды 2-ге бөлеміз, сонда неше болады? Мына жерге 5-ті жазамыз. Келесі, бізде есептің 3 түрі беріледі. Біріншісін қазір шығарып көрсетемін. Қалған 2-ін сендер өз орындарында отырып шығаруларың керек. Нөмірі бірінші. Бірінші біз есептің міндетті түрде шартын дұрыс түсініп оқи алуымыз керек. Ол жерде не туралы айтылып жатқанын біз білуіміз керек. Мысалы, біріншісінде оттегінің 2 молі берілген. Оттегінің массасын және молекула санын табылады. Яғни біздің бүгінгі тақырыпта өткен зат мөлшерінің формуласын осы жерде істейміз, қолданамыз. Бізге зат мөлшері берілген, кішкентай n әрпімен белгілейміз. Жақшаның ішіне нені екенін көрсетеміз. Оттегі. Оттегі бізде 2 индексімен жазылады. Жеке тұрған кезде. Бұл бізде 2 мольге тең. Табуымыз керек масса, оттек және молекула саны немен белгіленеді бізде? Үлкен n әрпімен. Біз бұл жерде зат мөлшерінің 2 түрлі формуласын қолданамыз. Біріншісі массаға байланысты, екіншісі молекула санына байланысты. Бірінші зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекула масса. Бұл жерде біз жеке жалғыз тұрған оттек болғандықтан атомдық массаны қолдансақ болады. Бірақ бізде оттек 2 индексімен тұр. Демек, оттектің атомдық массасын істейміз, 2-ге көбейтеміз. Бұл жерде массасын табу үшін біз зат мөлшерін оттектің молекулалық массасына көбейтеміз. Молекулалық масса оттек тең болады. 2 көбейтілген 16. Сонда 32 грамм бөлінген моль шығады. Әрі қарай бізге берілген зат мөлшері 2 моль. Оны оттегінің молекулалық массасына көбейтеміз. 32 грамм бөлінген моль. Бұл жерде моль мен моль шамалары қысқарып кетеді. 2-ні 32-ті көбейтетін болса 64. Өлшем бірлігі грамм. Массасын осылай табамыз. Әрі қарай зат мөлшерінің екінші формуласын қолданамыз. Молекула саны бөлінген Авогадро тұрақтысы. Осы жерде біз дәптерімізге бірден жазып алайық. Авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Бұл өзгермейтін тұрақты шама. Осы жерде молекула санын табу үшін зат мөлшерін осы Авогадро тұрақтысына не істейміз? Көбейтеміз. 2 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. 10-ның 23 дәрежесі тұра береді. Біз 2-ні 6,2 көбейтеміз. Сонда 12,4 көбейтілген
Оның 23 дәрежесі шығады екен. Түсіндік қой? Рас болса, екінші және үшінші есепке дайындалып отырайық. Әр есепке 2 минуттан сендерге 4 минут уақыт беріледі. Оттек бізде 16-ға тең, бірақ бұл жерде оттектің 3 атомы бар. Демек 3-ке көбейтеміз келеді. Одан кейін азоттың атомдық массасын және сутектің атомдық массасын қосамыз. Сонда бізде азот қышқылының несі шығады? Молекулалық масса шығады. Бізде уақыт болды. Келемін саған шығады. Менің үшілде азот қышқылының айырылу реакциясын өткіземіз. Сонда бізде су, N2 газы және оттек газы түзіледі. Оны дәлмен белгілеп алады. Иә. Азот қышқылының зат мөлшері бізде 8 мол, оттектің зат мөлшерін табуымыз керек. Енді осы жерде екеуінің де алдында қандай коэффициенттер тұр? Молекулалық массаны жазған сияқты, бірақ моль ретінде коэффициенттерін жазамыз. Азот қышқылының алдында бізде 4 коэффициенті тұр, демек оның астына 4 моль деп жазамыз. Оттектің алдында ешқандай сан жоқ, демек 1 моль деп жазамыз. Әрі қарай пропорция 8 мольге x моль, 4 мольге 1 моль. X'ті табу үшін не істейміз? 8-ді 1-ге бөлуді 4-ге бөлеміз. Бізде 2 моль болады шығады. Жауабы 2 моль. Дұрыс отырады. Иә, жасында. Масса бөлінген молекулалық масса тең болады молекула саны бөлінген атомдар саны. Осы жерде массаны табу үшін не істейміз? Бұл жерде массаны табу үшін Молекулалық санына не істейміз? көбейтеміз және авогадро санына бөлеміз. Дұрыс. Бұл жерде біз не істейміз? Дұрыс, қысқаратын сандар бар. Дұрыс. Неше қалады? Бөлінген 3 болады. 2. 44 2-ге бөлсек 22. Есептер түсінікті болды ма? Енді біз 3-ші сатыға келдік. Біз нені қолдандық? Есеп шығаруда Есеп шығаруда ненің формуласын? Негізгі формула. Зат мөлшерінің формуласын. Неше формуласын қолдандық? 2 формуласын қолдандық. 3-ші формуласы неге байланысты? Газдардың несіне? Масса кетті, молекула саны кетті, және 3-ші не болды? Көлемі. Дұрыс, көлемі. Яғни біз осы формулаларды есептер келетін болса, біз қолдана аламыз, иә? Әрі қарай біз 4-ші сатыға кетіп жатырмыз. Бұл жерде талдау жасаймыз. Жаңағы негізгі 3 формулада мына
заттар тұр. Яғни әріптер. Ол әріп ненікі? Мысалы кішкентайден немікі? Зат мөлшері, өлшем бірлігі? Дұрыс. М өлшем бірлігі? Грамм, килограмм, тонна. Дұрыс. Центнер есептеу ол. Және ең кіші өлшем бірлігі? Миллиграммды ең кіші өлшем бірлігі ретінде қарастырамыз. Дұрыс. Ары қарай. МР не ол? Салыстырмалы молекулалық масса. Бұл жердегі R дегеніміз салыстырмалы деген сөздің ағылшынша атауының ең алғашқы әрпі. Өлшем бірлігі бізде грамм бөлінген ғой. Егер элемент жалғыз келсе, қалай жазамыз? Мысалға, кальций элементі жалғыз келді. Оның молекулалық массасы дейміз бе, әлде атом массасы. Ол жерде де грамм бөлінген болады. Келесі В. Өлшем бірлігі? Литр. Сантиметр куб, дециметр куб, метр куб және миллиметр. Дұрыс. Келесі ВМ. Дұрыс. Өте дұрыс. Өлшем бірлігі? Литр бөлінген моль. Дұрыс. Және үлкен N. Атом саны немесе атом саны болатын кезде біз жалғыз элемент болса атом саны деп атаймыз. Ал зат ретінде немесе 2 немесе 3 одан да көп элементтердің қосындысы ретінде келетін заттар болса, оны молекулалық саны деп атаймыз. Бұлардың өлшем бірлігі қолданылмайды. Негізі өлшем бірлігі мольдің -1 дәрежесі ретінде жазылады. Осы ескерілген. Нешеге екен? Яғни біз осы берілген формулаларға не істедік? Талдау жасадық. Енді әрі қарай жинақтаймыз. Есептердің реттілігі қалай болды? Дұрыс, бірінші реакциялар негіздерді, екіншісінде қостық. Яғни өнімді жазып, оны әрі қосымша теңестірді. Үшінші формулаларды қолдану арқылы есептерді шығарды. Дұрыс, жарайсың. Және біздің соңғы сатымыз бағалау. Сендер өз-өздеріңді қалай бағалайсыңдар? Ең ерекше көзге түскен кім? Саламат сәл нашарлау болып келеді. Жасмина мен сағыныш қайсысы? Яғни сағынышқа дауыс береміз. Кім? 1, 2, 3. Сағыныш көп кетті. 5. Жасмина? Bir adam 2 дауыс береміз ба? Екеуі де ұнады ма? Жарайды, онда не жеңді деп айтамыз? Достық жеңді. Жарайсыңдар. Енді бағалау өзімізге баға берген болсақ, үй тапсырмасын жазып алайық. Тақырып бойынша біздің параграф 19-ға келіп тұр. Осы параграфты оқимыз. Қосымша керекті материалдарды конспект ретінде жазып аламыз. Және есептер шығару. Бірінші есеп бойынша реакцияны тек қана теңестіресіңдер. Екіншісінде реакцияның өнімін жазып, оны қосымша теңестіресіңдер. Үшіншісінде мына мәтін бойынша есепті шығарасыңдар. Тапсырмаларды жазып болдық па? Жазып болған болса, үйге тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңдар.